Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Инстаграмда хит болып жатқан өте өтімді пирогтардың бірі, восточный пирогты жасайтын боламын. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен үй температурасында тұрған сары майды қантпен араластырып аламыз. Қазақша контентті қолдап, менің әр салған видео рецепттеріме лайк басып, пікір жаза отырыңыздар. Әрі қарай електен өткен ұнды және бір шай қасық қопсытқышты қосып, қолымызбен әбден араластырып алатын боламыз. Осылай біркелкі қылып қамырымызды илеп аламыз. Дайын болған қамырды целлофан мешокқа салып, холодильникке 15-20 минуттай ұстайтын боламыз. Осындай формамызға пирогымыз жабыспас үшін сары майды жағып аламыз. Және холодильниктен қамырды алып, формамызға жаятын боламыз. Менің каналымды қолдап, осы видеоны поделиться батырмасын басып, достарыңызға, құрбыларыңызға, әпке-сіңлілеріңізге жіберіп қойыңыздар, және подписаться батырмасын басып, каналға да тіркеліп қойыңыздар. Сонда сізге менің видеоларым әр күні шығып тұратын болады. Менің каналымда бұдан да басқа пирогтардың түрлері бар. Плейлист бөліміне кіріп, көріп шықсаңыз болады. Пирогымыздың шеттерінде осылай көтеріп, әдемілеп шығамыз. Әрі қарай жаңғақты және мейізді салып, үстіне сгущенка құятын боламыз. Сгущенкамыз біркелкі жағылу үшін осылай қасықпен тегістеп шығамыз. Пирогымызды алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің өте дәмді восточный пирогымыз дайын болды. Жасап көрсеңіздер болады. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.